Сәлем достар, мен Әлібек, бұл Техноказ арнасы. Бірден обзорымызға келсек, осыдан дәл бір ай бұрын Xiaomi компаниясы өзінің кезекті интернет презентациясын өткізген еді. Ол презентацияда ең қызықты аппаратты айтамыз. Ол Xiaomi Mi One Lite Zoom. Ал Қытай нарығында бұл Xiaomi Mi One Use Edition деп аталады. Достар, Qualcomm Snapdragon 765G 50 еселік зум және қолайлы бағасы. Оны видеоның соңында айтатын боламыз. Бастайық. Xiaomi Mi One Use Edition флагманды Xiaomi Mi One'ның жан-жағынан кішкене жеңілдетілген версиясы. Біріншіден, корпус және дизайны. Корпусы толық стеклодан жасалған, әйтсе де арқа жағы пластикті еске салады. Артқы жағының сол бұрышында камераның блогы орналасқан. Жаңа смартфон дегенмен камераның блогы дәл Xiaomi Redmi Note 9S-тағыдай, тек қана орнын ауыстырған. Дизайны бұлай маған ұнады. Екіншіден, алдыңғы панель және экран. Экрандағы рамкалардың қалыңдығы, жоғарысындағы тамшы сияқты камераның орналасуы 2020-дағы бюджетті сегментті еске алады. Әйтсе де бұл телефон қатты бюджетті емес. Экран 6,57 дюймді, 20:9 қатынаста, ал разрешениесі 2400-ге 1080. Оның матрицасы болса Super AMOLED. Экранға Corning Gorilla Glass 5 қорғаушы технологиясы орнатылған, ол түрлі құлауларға төтеп бере алады. Ал енді начинкасы, яғни процессоры. Телефонда Snapdragon 765G процессоры орнатылған, ол флагманды чипке де жатпайды, бюджетті чипке де жатпайды. Былай түсіндірейін. Ең жоғары деңгейдегі чип ол Snapdragon 800+ болса, ең төмендегісі ол 400+ және 600+. Ал 700+ бұл 755, 765, 765G сияқты начинкалар. Олар дегеніміз флагманды да емес, бюджетті да емес, яғни субфлагманды чиптер. Бұл чип негізінен 3 кластерге бөлінген. Оның ішінде ең мықтысы Cortex A76 максималды 2,4 ГГц пен, одан кейінгісі және жалғыз ядро, ол да Cortex A76 2,2 ГГц пен, және ең қарапайым қалған алтауы Cortex A55 1,8 ГГц пен. Ол сіздің күнделікті жұмыстарыңызды атқаратын кластер болып есептеледі. Осылардың барлығы графикалық Adreno 620 чипмен қосыла істейді. Айтпақшы, осы чиптердің өзі Snapdragon 865 сияқты 5G модемді көтере алады. Әрине, SNG-да ол 5G модем бізге пайдасы жоқ, өйткені бізде 5G вышкалар әлі құрылған жоқ. Сондықтан оны қолдана алмайсыз. Егер Европаға шыққан жағдайда мүмкін қолданасыз. Онда да тек қана роумингте. Бұл смарттың 4 конфигурациясы бар, олар 6 ГБ оперативкасы және 128 негізгі жады, сол сияқты 6-да 256, 8-де 128 және 8-де 256 ГБ-тығы. Бұл телефонда карта память үшін орын жоқ, тек қана 2 сим-карта ғана сала аласыз. Енді көпшілікке маңызды жері ол аккумулятор. Бұл смартфонда аккумулятор 4160 мАч-ға ие. Аккумулятор жайлы ары қарай толық айтудың керегі жоқ. Кәдімгі 2020-да шығып жатқан басқа смартфондардағыдай аккумулятор. Ал енді ең қызығы ол камера. Артқы жағында олар төртеу, негізгісі 48 мегапиксель, телефото үшін 8 мегапиксель, және де ең қызығы 8 мегапиксельді перископты камера, және 2 мегапиксельді макро режимге арналған камера. Ал енді осы 4 камераның ішіндегі ең қызығы ол перископты камера. Перископты камера жоғарыда айтып кеткенде біздерге зумды қамтамасыз етеді. Ол 5x оптикалық зум, 10x гибридті және 50x цифрлы зумға қол жеткізеді. Ал енді сол 5x, 10x және 50x зуммен түсірілген фото мысалдарын қараңыздар.
Ал енді түстеріне келсек, олар бесеу, олар қара, серый, розовый, жасыл және көк. Ал енді бағаларына келсек, төменде көрсетіліп тұрғандай. Жалпы Xiaomi компаниясы өзінің кезекті супер флагманын ұсынды, менің ойымша өте сәтті шыққан. Ең бастысы өзінің бағасына тұрарлық. Дәл осы максималды $400 дейін, мәселен, келтірсек iPhone SE 64 гигабайттысы 2020 жылға. Кейін OnePlus-тың өткен жылғы смартфондары. Олар салыстыра келсек, бұл ең сәтті және ең қолайлы вариант деп ойлаймын. Әрине, талдау бізден, таңдау сізден. Егер видеомыз ұнаған болса, лайк басып, комментарий қалдырамыз және арнаға тіркелуді ұмытпаңыз. Келесі кездескенше, қош, сау!